keep pass деп жазамыз Google'ға. Бұл деген key pass деп тұрады. Бұл деген егер сізде парольдарыңыз көп, логиндарыңыз көп сайттарға кіресіз, сол сайттардың парольдарын мысалы сіз блокнот арқылы жазасыз да, осылай жазасыз. Осы жерге парольдарын жаза бересіз, сохранить етесіз. Немесе сіз қағазға жазасыз. Сол небезопасно да. Сол үшін адамдар ойлап тапты да, жаңағы KeePass деген программа ойлап тапты. Ол парольдарыңызды хранить ету үшін және ешкім сол парольдарды көрмеу үшін не істеген, шығарған осы программаны. Пароль ыңғайлы еще, удобный қылып шығарғанда. Androidқа бар, неге бар, компьютерге бар деген сияқты. Ол үшін Google'ға KeePass деп жазасыз. Google'ға сайт шығады, KeePass info деп. Сосын бұл жерде downloads дегенді басасыз. Сосын бұл жерде скачать етесіз. Сіз мынаны скачать етсеңіз болады, бірақ мен көбінесе Portable дегенді скачать етемін. Ол компьютерге қондырмайсыз. Сразу скачать етесіз, сразу ашылып кететін сондай программа да. KeePass деген мысалы перевод жасасаңыз болады, бүйтіп та. Подробнее біліңіз келсе, оң жақ мышкасында перевести дейсіз. Міне бұл жерде оқысаңыз болады. Парольдарыңызды сохраняға, бір базаға жинау и категорияға бөліп қою, мысалы почта деген сияқты. Так, скачать етейік. Так, скачать етті, көрейік. И осыны, мысалы, бұл деген қай жерде загрузканың ішінде міне тұр. Извлечь етем. Распаковать. Міне тұр. И оны бір алып тастайын. Өстіп тұрады. Осыны білмеймін, рабочий столға ма бір жерге қойып қоямын, мысалы. Ішіне кірем да KeePass.exe дегенге басам. Бұл enable recommended дегенді басып жіберем. Так, енді бұған қазір ағылшынша тұр ғой. Біз енді орысшасын істейміз, скачать етеміз. Сол сайтқа кіреміз қайтадан. И сол downloads деп тұр ғой осы жерде. Так, қазір переводты алып тастайын. Downloads деп тұр, соның астында translation деп тұр, translations. Соған кіреміз да. И русский язык болсын, соны сайлаймыз. Өзіңіз тіліңіз таңдап. Мен мысалы 2.60 деген версиясын скачать еттім. Сол үшін соны скачать етем. Так, ашам. Жаңа оны ненің ішінде KeePass деген папка бар ғой, соның ішіне кірем. Сосын languages деп тұр, соған кірем. Сосын соның ішіне салып жіберем жаңағы скачать еткен тілді. И қайтадан жаңа KeePass.exe-ні басам. Сосын with дегенді басам, with. Сосын change language дегенді басам. Орысша қоям. И орысшаның үстіне басам. Сосын да дегенді басам. Уже орысша болып кетті. Бұл жерде новыйдан создать етем. Міне мына ақ бетті басам. Немесе файл создать дегенді басам. Немесе ctrl-n дегенді басам. Так, бірінші өзі базасы сохранить етеді. Ол үшін мен осы папкаға сохранить етем, сол рабочий столдағы мынаған. Соның ішіне хранить етем да. И мастер пароль деген түгел парольдің бір пароль қоямыз, чтобы түгел парольді ешкім көрмесін деп. Мысалы, оңайлық қойайын, пока что. Сіз қиындатып қоясыз. И окей деп басамыз. Так. Различается. Так. Повторите парольге де соны қайталау керексіз. Сосын окей деп басасыз. Сосын да дегенді басасыз. И базаның атын жазамыз тоже, мысалы
Password деп қойық. Passwords болды, басқа ештеңе керек емес мына жақта. Окей. Міне безопасность бар мына жерде. AES алгоритм шифрования базы данных деген да. Осы да тұра берсін. Осы нормально. Окей. Сосын мына жерде принтер болса печать шығарады, жаңағы сіздің мастер парольді нені деген сияқты. Бұны мастер парольді ұмыт қалмаң енді. Сіз уже теріп қойдыңыз. Соны ұмытпау керек. Так, мен печать жасамай пропустить деймін. Так, осындай жатады. Мыналарды удалить етіп тастасаңыз болады, или дайын категория создать етіп қойған ғой біздің орнымызға. Бірақ сізге ұнамаса, просто удалить етіп тастайсыз бүйтіп та. И корзинаның ішінде очистить деймін. Новый создать ету үшін мына кішкентай окошко оң жақ мышканы басамын, добавить группу деймін. Мысалы интернет деп қоямын мысалы. И значокты өзгертіп тастаймын, мысалы интернеттің значогын қойып қоямын. Окей. Окей деп алсам, міне интернет. Бұл корзина кетіп қалды что-то. Ол үшін мына көтеремін да бүйтіп жоғары көтеремін. Мына корзина емес, мынаның ішіне создать ету үшін просто базадан үстіне басып добавить группу дейсіз. Так, интернетке кірем, сосын оң жақтағы окошко бар, соған оң жақ мышканы басамын, добавить запись деймін. Мысалы Mail.ru болсын мысалы да, Gmail'дың парольдары мысалы, тағы не әртүрлі сайттың парольдарын осы жерге жаза бересіз. Мысалы название Mail.ru дейсіз мысалы да. Логин жазасыз мына жерге, сосын пароль жазасыз осы жерге. Парольді көру үшін мынаны басасыз, показать дегенді. Сол кезде көрсетеді. Осы жерге пароль жазасыз, сосын жерге URL-ді жазасыз. Мысалы Mail.ru-дың URL-ін жазасыз мысалы да. Мысалы YT деген сияқты да, міне URL-ді жазасыз осы жерге. Міне осыны URL. И заметка жазасыз, бұл жат ол почта там тағы басқа деген сияқты. Осы жерге заметка жазсаңыз болады. Сосын истекает деген бар, ол пока қолданып көрген жоқ, но осындай функция бар. Так, дополнительный де, мысалы дополнительный деген жат ол. Мысалы осындай бір не болады да, осындай. Мысалы қазір біреуін көрсетейін. Мысалы регистрация или войти мне мысалы. Осындай бір окошко тұрады, не видите деген сияқты. Сол үшін осындай бір окошко шығады. Осы жерге міне регистрацияны көрсетіп жіберейін. Мына жерде мысалы email бар, логин бар. Сол emailді добавить ету үшін осы жерде добавить етсеңіз болады мысалы. Осыны автоматически толтырып жіберу үшін керек дополнительно деген, сол үшін керек. Так, бұларды қолданбаймын қатты. Автонабор деген браузерге өзі теріп жібереді деген. Оны да тоже қатты қолданбаймын да мен. Так, окей деп басам, өстіп парольдарды сохранить етесіз. Бұл жерде обязательно сохранить базу данных дегенді басасыз. Сосын осы жерге жинай бересіз, тағы да добавить етіп, көп толтырып жинай бересіз парольдарыңызды да, көп парольдарыңызды. Енді мысалы бір пароль керек па, үстіне басасыз и копировать пароль дейсіз. Немесе горячий клавиша деген бар, қытырлы с-ны басасыз, немесе бүйтіп қытырлы с и вставить етесіз пароліңізді любой жерге. Мысалы мына жерге деген сияқты вставить еттіңіз. Сосын қайтадан барасыз да копировать логин дейсіз, немесе қытырлы б-ны басасыз, қытырлы б. Просто үстіне басасыз, қытырлы б-ны басасыз. Сол кезде нені логинді вставить етесіз. Қытырлы в или оң жақ мышкы вставить дейсіз. Мына жерде копировать логин, копировать пароль деген сияқты. URL-ге кіріп кету үшін открыть дейсіз, жаңағы жазған URL-ді. Мынау автонабор, егер қытырлы в-ны бассаңыз, браузерге өзі теріп жібереді деген да. Өзі автоматически теріп жібереді. Бірақ браузерге теріп жіберу үшін сіз обязательно
мынакка мышканы коюу керексиз. Сосын KeePass'ка барып, мынаны басасыз. Жок, бул эмес. Так, каякта мына жер. Или оң жак мышканы басасыз да выполнить автонабор деген. Міне значогу мынау экен. Үстүнө басасыз, мынау экен міне. Выполнить автонабор или кытырлы В-ны басасыз, сол кезде тер жиберет. Мисалы жасап карайын давай. Міне басты, міне тер жиберди өзү. Кирип кетет деген сыяктуу. Көрдүңүз, міне мынаны басам, мышканы обязательно мына ишине, эң басында, жугардагы. Сосын KeePass'ка барам. Сосын выполнить автонабор немесе оң жак мышканы басып, выполнить автонабор немесе кытырлы В-ны басам. Сол кезде баскан кезде өзү тер жиберет, көрдүңүз, автоматически. И войти де басып жиберет. Буну настройка жасап коюу үчүн мына ишине киремиз. Так, редактировать запись дегенге киремиз. Соң ішінде автонабор дегенді басамыз. Сосын мына жерде өзіңіз не істеп қойсаңыз болады. Осыларды жазып қойсаңыз болады. Мысалы, логинді тер, сосын тапты бас дейді, сосын парольді тер, сосын интер бас дейді. Мына жерде добавить дейсіз. Егер мынау керек емес, басқасын істеңіз келсе, онда добавить дейсіз. Осы жерде қарасаңыз болады. Міне дайын нелер бар да, ссылкалар астында. Бұл ссылкаларды мынау арқылы қарайсыз, жоғарыда. Өзінің сайтына жіберет. Міне мынақта толып тұр. Мынау не затол деген сияқты. Ол үшін перевод жасайсыз, бүйтіп та. Бұл автонаборға керек нелер, дайын переменналар, кодтар да. Кытырылыны басу үшін, мысалы, міне мынандай бар, мынандай значок қою керексің деген сияқты. Осыларды қарайсыз, специальный ключ. Бұл автонаборға керек нелер, кодтар. Так, удалить етпістей, маған керек емес. Так. Сосын история сохранить етет. Бұл немен, записпен не істедің, қалай өзгерттің ба, парольді өзгерттің ба, не істедің, сол история хранить етет. Так. Сосын мына жерде толып тұрады, тағы да мысалы запись добавить етесіз, мысалы google.com мысалы да. Логин жазасыз, там паролін жазасыз, мысалы да. Сосын окей деп басасыз. Мынақа сайтты жазасыз, мысалы google.com войти деп басасыз да. Сосын мысалы мынаны копировать етіп аласыз и осы жерге ставить етіп жібересіз. Дайынды сразу. И окей басасыз. Егер новыйдан создать етсеңіз, онда алдын ала осы жерге не істесеңіз болады да. Мысалы пароль придумать ету керек. Ол үшін мына жерде басасыз, создать пароль дегенді басасыз. Мына жерде генераторлар бар. Так, бірінші открыть генераторды басам, сосын новыйдан создать етем. Так, новыйдан создать етем, мысалы пользовательскийге кірем. Так, новыйдан создать ету үшін қазір тауып алайын. Міне. Пользовательскийге кірем, сосын сохранитті басам. Мысалы my password деп қояйын. Окей деп басам. Енді my password деп тұр ғой. Соң ішінде не берем, мысалы главный буква болу керек, сосын кішкентай буква, ағылшынша цифр болу керек, сосын мынандай значоктар болу керек. Сосын өзіңіздің значоктарыңызды қойсаңыз болады деген сияқты да, жаңа спецсимвол. Сосын окей деп басасыз. Енді мына генератор парольді басам да, и my passwordты басам, маған генерировать етіп береді парольдарды. Сосын неше ұзындығы, мысалы сізге 8 несі ұзындығы да парольді. Окейді басасыз, и мына жерде создать етесіз. Каждый неде басқан сайын новыйдан создать етеді. Осындай функция бар да. Немесе мына жерден қарасаңыз болады, сервис создать пароль. Осы жерден де не істесеңіз болады, қарасаңыз болады.
Так, өйстіп сохранить еттіңіз, сосын парольдарыңызды хранить еттіңіз, сосын сохранить базу данных дегенді басасыз. Сохранить базу данных басасыз, сосын енді осы парольдарды файл экспорт дегенді басасыз. Бұл низатол 2 дегенді басам, осы жерде keeppass kd bx2x дегенді басам. Осыны басам, мынау не надежныйлау да. Соны басам да, сосын мына жерде файл деп тұр, сол жерге мысалы флешканы таңдайсыз, бір надежный бір нені таңдайсыз, мысалы бір жерге хранить етесіз, осы жерге мысалы. Сосын мына жерге жазасыз, мысалы my pass, орысша жазсаңыз да болады, не обязательно. Пароли деп қоясыз, мысалы да. Пароли. Бұл база. Обязательно артында kd.bx деген точка kd.bx керек. D-ға хранить етем, сосын сохранить етіп жіберем. Окей дегенді басып жіберем. Сосын мастер пароль теріп жіберем. Бұл обязательно керек мастер пароль, себебі түгел парольдің бір пароль қойып қоясыз, түгел парольді көре алмау үшін. Сосын базаны хранить еттік қой, мысалы D-ға хранить еттік. Қайтадан да жазайық, экспорт, мынаны таңдайым, сосын D-ға сохранить етем, сосын окейді басам, мастер парольді жазам, сосын жерге хранить етеді. Міне мынандай файл болып шығады. Бұны ешкім қарай алмайды. Міне қарайын десе, ішінде парольдарды қарай алмайды. Ол только мына программамен қарау керексің. Ол үшін файл, импорт, сосын мынаны таңдайсыз, осыны. Мына 2x-ті басасы да мынаны таңдау керекпіз. D-ның ішінде жатыр. D-ның ішінде мынаны таңдайсыз, окей дейсіз. Сол кезде мына парольдарыңыз пайда болады. Бұл жатқа керек, ешкім көре алмайды. Біріншіден сіздің парольдарыңызды. Безопасно, да? Сосын оны флешкіге, облакаға сохранить етіп қоясыз. Артынан керек болады да, мысалы мынандай keeppassпен көру үшін. Немесе мынаны жоғалтып алсаңыз, база бар да, әйтеуір экспорт жасап қойған. Резервное копирование. Так, енді мысалы сіз жұмыста или бір жерде отырсыз, блокқа түсіру үшін заблокировать дегенді басасыз, немесе ctrl-l дегенді басасыз. Бұл бір жерге тамақ ішіп келуге, шай ішіп келуге деген сияқты. Біреу сіздің компьютеріңізге кіріп, мынаны копировать етіп алмау үшін, для безопасности, мынаны басып жібересіз, болды. Енді біреу келіп сіздің пароліңізді технично көшірейін десе, мынандай пароль сұрап тұрады, мастер пароль. Соны термегенше дейін, оны парольдарыңызды біле алмайды, басқа парольдарыңызды. Тергеннен кейін уже біле алады. Копировать, логин, пароль деген сияқтылар. Удалить бар. Удалить етсеңіз, мысалы, ол сразу удалить етілмейді, корзинаға түседі. Корзинаға түседі, көрдіңіз, и оны восстановить етіп алу болады. Так, восстановить қаяқта ол. Редактировать, выбрать, перемножить, еще команды. Так, онда просто восстановить ету үшін, просто көтеріп, бүйтіп, интернеттің ішіне лақтырып жүрем. Сол кезде қайтып келеді. Корзина пустой. Обязательно сохранить етесіз. Любой неде сохранить етіп отырасыз, мына жерде сохранить базу дегенді. Сосын бәрі мына жерде тағы да новыйдан добавить еттіңіз, онда обязательно файл экспортты басың. Экспорт. Сосын мына постоянно мына неде хранить етем да, осындай форматта 2x деген. Сосын жаңағы жерді таңдай, міне базадан. Соң үстіне хранить етем жаңағы кілттерімді. И мастер пароль теру керек обязательно. Өзіңіздің парольдарыңызды безопасно сақтау. Сол үшін керек ыңғайлы инструмент keeppass деген. Мысалы мынау сіз парольдарыңыз тересіз осы жерге да. Бірақ не безопасно да, любой адам кіріп сіздің пароліңізді қарай алады деген да. А егер мысалы бір анидескпен біреу кірсе, сол кезде
бір программист болсын, любой бір адам кіреді ғой, AnyDeskпен, там Rustdeskпен кіреді, пароли деп тұрады мысалы мына жерде. Соған кіріп кетсе, уже көрініп тұрады да парольдарыңыз. Ішінде Google-дікі, Яндекс-дікі, там Mail.ru-дікі, сосын тағы басқа парольдар тұрады. Мысалы Egoft-тың парольдары деген сияқты. Соны сіз көрсетпеу үшін мынандай KeePass дегенді қолданыңыз. Себебі бұл безопасно да. Парольдарыңызды ешкім біле алмайды деген. Тек сіз білесіз мастер парольмен.